Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтері бойынша әлем халқының 15% дамыған елдерде тұрады. Дамыған елдер экономикалық үстем елдер. Осы дамыған елдерде халықтың 15-16% тұрса да, экономикалық өнімнің 4-3% осы елдерде өндіріледі. Неге біз дамыған елдердегі орта тапты мінсіз деп атаймыз? Себебі осы елдердегі орта тапты анықтауда идеалды мінсіз критерийлер алынады. Фин әлеуметтанушысы Марко Кивенин дамыған елдердің орта табын ядро және периферия деп бөледі. Ядро дегеніміз, яғни кеңесшілер, эксперттер, мәдениет, саясат, білім саласындағы эксперттер болып табылады. Ал периферия немесе оны маргиналдар деп атайды, ол білім саласы, денсаулық сақтау саласындағы кәсіпқойларды кіргізеді. Сонымен қатар кіші өндіріс, кәсіпкерлік саласындағы қызметкерлерді, басшыларды енгізеді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының соңғы баяндамасына келетін болсақ, дамыған елдердің орта табы саны жағынан азайып келе жатқандығын және өмір сүру сапасы жағынан төмендегенін байқауымызға болады. 30 жыл бұрын бұл ұйымның есептеуі бойынша дамыған елдердегі орта тап 64% болған, қазір кезде 61%-ға төмендеп кеткен. Әрине, әр елге шаққанда бұл көрсеткіш әртүрлі. Біз қазір дамыған елдердің ішінде ерекше орта тап қалыптасу ерекшелігі бар. ақш-ты, Канаданы және критериялар бойынша ерекшеленетін Батыс Еуропа елдерін, Скандинавия және Жапония елін қарастырамыз. Америка құрама штаттарында орта таптың қалыптасу ерекшеліктеріне мән берейік. Себебі таптық статустық принциптерін жетік қалыптасқан ел ретінде Америка құрама штаттарын айта аламыз. Себебі мысалы 20 ғасырда Еуропада сословиялық жүйе құлдырай бастаған кезде таптық өзгерістер, бәсең және қарама-қайшы қалыптасты. Ал Америка құрама штаттарындағы стратификациялық жүйе ол жаңадан қалыптасты. Себебі Америкаға келген эмигранттар өздерімен статусын емес, білімін, үй заттарын, бұйымдарын, дағдыларын алып келді. Сондықтан стратификациялық жүйе тазадан қалыптасқан ел Америка құрама штаттары. ақш-та 20 ғасырдан бастап қол еңбегі азайып, өнеркәсіпте де шаруашылықта ой еңбегі арта түсті. Бұл жерде шаруалардың және жұмысшылардың саны күрт азайды. Бұл яғни технологияларға, білім дағдыларының жаңаруына байланысты болды. Бұл жаңа технологияларды игерген мамандық иелері автоматты түрде орта тапқа енді. ақш-тағы орта тап негізі 40 жылдары жалпы 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін күрт жоғарылады. Себебі соғыстан кейін жаппай соғыс ардагерлеріне несие алуға мүмкіндік берілген. Яғни соғыс ардагерлері пәтер, тұрмыс техника, жаңа автокөліктер алып, өздерін орта тап қатарына осылайша енгізіп отырған. Американдық әлеуметтанушылар американдық социумды зерттеген кезде орта тап критерийін анықтау кезінде бір-бірімен сәйкес келмей жатады, ойлар бір-біріне қарама-қарсы келеді. Бірақ негізгі идеялар американдық ғалымдардың ол орта тапты жоғары және төменгі орта тап деп бөлуі. Мысалға, Деннис Гилберт, Уильям Томпсон мен Джозеф Хики орта таптың өзін жоғарғы және төменгі деп бөледі. Төменгі орта тапқа американдықтардың 3-тен 1 жатады деп көрсетеді. Ол кеңседегі ақ жағалар және жоғары білікті жұмысшылар. Ал 50-ші жылдарға келетін болсақ, жалпы ақш-та орта тап құрамына барлық американдық отбасының жартысы кіреді деген. Қазіргі таңда ақш-та орта тап 60%-ды көрсетіп тұр. Алайда негативті сарыны бар зерттеулер кездеседі. Мысалға, атақты зерттеу ұйымдарының бірі Pew Research Center орта тап үлесі ақш-та 61%-дан 50%-ға түсті деп көрсетеді. Gallup институты 60%-ға жақын болашақта жағдайын нашарлау мүмкін деп көрсетеді. Сонымен қатар ақш-тық орта таптың 55%-ы балаларына жоғары білім беру деңгейін қамтамасыз ете алмайды екен. Дегенмен, Америка құрама штаттарының орта табы сапасы жағынан, саны жағынан да мықты, күрделі және тұрақты орта тап болып табылады. Бұрынғы кеңес үкіметі орта табымен салыстырғанда да, Батыс Еуропа елдерінің орта табымен салыстырғанда да, Америка құрама штаттарының орта табы беделді мықты орта тап. Ал Англияда жағдай басқаша болды. Себебі 17-ші ғасырларда орта тап түсінігі қолданысқа елене бастады. Бұның себебі ірі капиталистер мен тақыр кедейлер арасында қабаттың пайда болуы, бұл жекеменшік мен кәсіпкерлер болды. Уақыт өте келе оған кіші және шағын бизнес иелері қосылды, еркін кәсіп иелері, олар адвокаттар, жазушылар, суретшілер, сонымен қатар саудагерлер, кіші буржуазия да қосылды.
Ұлыбританиядағы орта тап қатысты зерттеулердің саны аз емес. Мысалы, Майкл Сэвидж, Джон Барлоу, Диккенс және Филдингтің ұжымдық монографиясы осы Ұлыбритания орта табын жан-жақты зерттеген. Оның географиялық ерекшеліктерін, көші-қон процесіндегі ерекшеліктерін атап өткен. Сонымен қатар Ұлыбританиялық орта тап бейтарап екендігін, бірақ біртұтас тап ретінде өзін бейнелей алады деп айтқан. Авторлар әлеуметтік таптарды қауымдастықтар ретінде көрсеткен, яғни белгілі бір қауымдастықтар жинақталып, мәдени активтерге ие болады. Тек қана мәдени емес, экономикалық, ұйымдастырушылық активке ие орта тап ретінде қарастырылған. Англиялық орта тапқа ену үшін байқағаныңызда 2 критерий болу керек, ол жоғары білім және кәсіби маман болу. Англияда орта тапқа ену үшін дәрігер, мұғалім, программист, журналист қатарында болуын қажет. Егер американдық орта тап орташа жалақыдан жоғары алса, орта тапқа жатқызылады. Ал Англияда жылына 20 000 фунт алатын мұғалімдер де, 150 000 фунт алатын дәрігерлер де орта тапқа енеді. Яғни бұл жерде материалдық емес, мәдени жетістіктер маңызды. Орта тап түсінігі ұмтылушы, ағылшын айтқанда aspiring деген сөзбен пара-пар. Себебі шынымен де Англия орта табы үлгілі жұмысқа, жақсы ортаға, керемет тұрмысқа ұмтылушы болып келеді. Осы жағдайлардың бәріне Англия орта табы жоғарғы біліммен қол жеткізеді. Германияда орта тап түсінігі саудагерлерді, өндірушілерді, банкерлерді, капиталистерді, кәсіпкерлерді, менеджерлерді қамтиды. Сонымен қатар орта тап қатарына кейіннен дәрігерлер, министр, ғалымдар және басқа кәсіпқойлар енген. Жалпы неміс экономикалық зерттеулер институтының зерттеуі бойынша орта тап жоғарғы және төменгі орта тап болып бөліп көрсетілген. Сондай-ақ субъективті параметрлер алынған. Ол параметрлер бойынша немістердің 60% өзін орта тапқа жатқызады екен. Бұл жылжымайтын мүлкі бар және шетелге және басқа демалыс орындарына бірнеше рет бара алатын тұрғындар. Франциялық орта тапқа келетін болсақ, әрине оның ерекшеліктері көп. Территориялық жағына, аумақтық ерекшеліктер, анықтау критериялары бойынша айырмашылықтар біршама. Шарльдің зерттеуі бойынша Франциялық орта таптың бірегейлену процесі ұзақ процесс болғандығы айтылады. Жалпы 20 ғасырда осы орта таптың қалың қабаты қалыптасқанын көруімізге болады. Франциялық орта тап біртекті емес, гетерогенді, бірақ оның негізгі бөлігін шенеуніктер мен мемлекеттік қызметкерлер алады. Қазіргі кезде Франция елінің орта табының көрсеткіші 68%-ды құрап отыр. Енді Канадаға тоқталатын болсақ, бұл елде орта тап халықтың 45-50%-ын құрайды. Орта таптың барлық салықтарын алып тастағанның өзінде жылдық табысы 38-45 мың ақш долларын құрайды екен. Канададағы орта таптың әрине мазалайтын мәселелері баршылық, бірақ сонда да әлемдегі ең бай орта тап канадалық орта тап болып табылады. Мазалайтын мәселелерін келетін болсақ, әрине олар балаларды біліммен қамтамасыз ету, тұрғын үй мәселесі, шығындар, азық-түлікке, яғни көңіл көтеруге арналған шығындар мазалайды екен. Дегенмен мемлекет тарапынан канадалық орта тап көп қолдау алып жатыр. Мысалға 2019 жылы орта тапқа инвестиция атты бағдарлама пайда болып, осы орта тапқа арналған әл-ауқат министрлігі ашылған. Швецияда орта тап халықтың 84%-ын құрайды. Әлеуметтік статус пен беделін сақтап тұру үшін швед қымбат үй, әдемі киім, брендті киім киюге тырысады. Швецияда Лэншфорд Шракинг банк зерттеуі бойынша әрбір 5-ші швед ай аяғында жалақысын алмағанда өз шотын төлей алмайтындығы анықталды. Яғни халықтың 20%-ның резерві жоқ екені көрінді. Бұл зерттеу үлкен проблема бар екен айқын көрсетті. Бұл мәселе тіпті пандемияда, экономикалық дағдарыстың болғаннан кейін де шығып тұрған мәселе болып табылады. Көптеген басқа еуропалық елдердегідей Норвегияда да салықтар жоғары. Бірақ орта тап өмір сүру деңгейі төмен емес. Оны орта таптың жұмыс күнінің азаюынан байқауымыз болады. Жұма күні әдетте орта тап демалысқа кетіп, дүйсенбі күні келеді екен. Жалпы экономикалық даму және серіктестік ұйымының мәліметтеріне сүйенетін болсақ, дамыған елдерде норвегтерден де жұмыс аз істейтін елдер ол немістер мен голландықтар екен. Бірақ өндірістік салада олардың жалақысы әртүрлі. Мысалы,
Германиямен салыстырғанда Норвегияның жалақысы 40%-ға жоғары, ал Ұлыбритания, ақш, Италия елдерімен салыстырғанда 2 есе жоғары екен. Бұған себеп Норвегияны ең байлар ел қатарына қосып отқан мұнай. Норвегиядағы әлемде ең үлкен ұлттық дәулет қоры жасақталған, және оны Норвегия мемлекеті тиімді қолданып отыр. Жапонияда екінші дүниежүзілік соғысқа дейін орта тап болған жоқ. Энтони Гордонның пайымдауынша, соғыс пен жеңіліс тәжірибесі айтарлықтай әсер етті, өйткені халықтың барлығы өз күшін жаңа өмірге, жеңіске тәрбиелей бастады. Мұндай тарихи тәжірибе гомогенді қоғамның қалыптасуына алып келді. Бірақ 50-ші жылдардың аяғы мен 60-ші жылдардың басында орта тап мәселесі айқындала бастады. Бұл жерде ой еңбегі маңызды рөл атқарды. Жапониядағы жаңа орта тап salaryman, жалақы адамы, бұл яғни орта таптың кепілді ретінде жалақының үнемі беріліп отыруы. Бұған көбінесе осы үкіметтегі ақжағалар және бюрократтар кірді. Сонымен қатар Жапониядағы көне самурай, заманауи самурай деген ұғымдар бар. Яғни жалақысын тұрақты алып тұратын, мемлекеттік қарауында болатын ақжағаларды заманауи самурай деп атады. Жалпы ресми есептеулерге қараған кезде, қазіргі кезде Жапонияда 90% орта тапқа жатқызады. Бұл көбінесе жапондықтардың өздерін айқындауы. Себебі Жапонияның ділі американдық ділмен салыстырған кезде көбінесе ұжымдық санаға негізделеді. Яғни Америка еліне және Еуропа елдеріне тән индивидуализм Жапония азаматтарына тән емес қасиет. Дамыған елдердегі орта таптың сипатын саралай отырып, біз бір-біріне қарама-қарсы ойдың бар екенін көріп отырмыз. Біріншісі ол дамыған елдерде орта таптың санының артып келе жатқаны туралы, екінші қарама-қайшы пікір, яғни дамыған елдерде орта таптың саны азайып келе жатыр. Қарап отырсақ, біршама елдердің орта табын салыстырмалы түрде бірдей концептілеу жоқ екенін байқауымызға болады. Яғни әлеуметтанулық талдау жасау негізінде орта тапты айқындаудың бірыңғай бірдей критериялары жоқ екенін айқындауымызға болады. Қазақстандық орта тапты зерттеген кезде біз осы мәселелерге мән беруіміз керек. Ұлттық ерекшелік, тарихи даму, жалпы әлеуметтік құрылымның спецификасына мән беру маңызды болып табылады.